Құрметті Алматы қаласы, Алмалы ауданы тұрғындары мен қонақтары. Тазалық тәртіптен басталады. Табиғат бұл біздің ортақ байлығымыз. Ал сайран жай ғана су жағасы емес, бұл алматылықтар тынығатын, балаларымыз асыр салып ойнайтын өміріміздің бір бөлшегі. Бүгін біз Алмалы аудандық полиция басқармасы қоғамдық тәртіп пен тазалықты сақтау мақсатында осы аумақта арнайы профилактикалық іс-шара жүргіздік. Біздің үндеуіміз қарапайым. Демалдыңыздар ма? Арттарыңыздан қоқыс қалдырмаңыздар. Қоғамдық орында сыйластық пен тыныштықты сақтаңыздар. Ішімдік ішу, айқайлау, рұқсатсыз сауда, бұлар заңбұзушылық екенін ұмытпаңыздар. Біз жақсы, орта, қауіпсіз әрі мәдениетті қоғам қалыптастыру үшін қызмет етіп келеміз. Себебі бұл жер сіздің де біздің де ортақ үйіміз. Тек тазалықты ғана емес, сыйластық пен жауапкершілікті де бірге сақтайық. Бейбіт күн, таза табиғат, тыныш демалыс бәрімізге ортақ борыш. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Матан Есболатов атындағы Алматы академиясының бірінші бітірушілерімен және де Алмалы ауданының полиция қызметкерлерімен бірлесе отырып Сайран жағалауында профилактикалық жұмыстар жүргізілген болатын. Қала тұрғындарына және жастарына тазалық сақтау туралы мәлімет жүргізілді.